Қазір енді қырғыз бен қазақтың арасында әңгіме басылды ма, әлде ол басылмай ма? Биемен шапса да оттық қой. Биемен шапты ғой балдар, биемен шапты. Екінші күннен кейін хайвай шығарды ғой. Айқай шу болды. Ойбай, біз за безопасность не отвечаем, 1 сағаттың ішінде коридор істейміз, аттарыңыз салыңыздар деп 4 команданы атын салып 1 сағаттың ішінде сопровождениемен бізді шығарып жіберді ғой. Біз әйтеуір қырғыз айтысқа барсақ, барған сайын әйтеуір сендер көкпар қашасыңдар, ана бір оқиға болыпты дейді, қазақтар сендер Қордойдан жарты жолдан қайтып кеттіңдер деген сияқты бір әңгімелер еді. Ал мен осы күнге дейін енді ұтып келе жатырмық қой. Ұтып келе жатырмық. Енді мен тағы да ұтамын деймін да. Осы әр көкпар болған сайын бүкіл қазақ тілді қазақ халқы осы қазақтың аудиториясы шулайды. Қырғызбен ойбай ойнайды деп намысы жібермейді. Ұруды да бастаған солар, соғуды да бастаған солар, бәрін. Сол жерде біздің министр, қырғыздың министрі екеуі, аналар айтады, қазақтар кетіп қапты дейді. Содан біздің министрге айтады, қалай кетіп қапты? Ана кісі оны білмейді. Ана жәндегі адамдар ойға айтылмаған. Содан қайтадан қайтыңыздар дейді. Содан кейін айқай шу болып қайтадан барады, ойнайды. Бізге келіп $200 мың келіп тұр деген әңгіме сұмдық қой енді ол. Мен айтамын, 1 жылда өткен жоқ қой, нағып айлығын алып. Айлықтан да алып тастады, құрамадан да алып тастады. Содан мен айттым, онда мен керек жоқ екен ғой, не қыламын дедім да. Мен жазымда кетіп қалдым. Бір сборды 1 ай бойы осы ұлттық спортта жүрген жігіттердің біраздары ақша жинап, 1 ай сборды өзіміз ақшамызға өткіздік. Кейін естіп жатыр қой, мына былтырдың өзінде қанша дейді? 550 миллион ақша көкпарға жұмсапты. Сборға, басқасына. Ассалаумағалейкум, аға, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош келдік. Енді бізде мал табу алаңы деген подкаст. Қазір подкаст деген жақсы болды ғой, бір ешқандай ресми ештеңе жоқ. Арнайы бір ұзақ сөйлеп, бір керемет бағдарлама сияқты, телевидение сияқты сөйлеп жатпаймыз. Кәдімгі ауыздағыдай өзіміз отырып шай ішейік деген сияқты әңгіме айта береміз ғой. Енді сізді көрген кезде біздің есімізге бірден көкпар түседі. Қазір негізі мал табу алаңы деген подкасттың ашылу мақсаты осы шаруашылықта басқаны үйрету, бірақ енді ол малды өсіргенде оның әрқайсысының бағыттары болады ғой. Көп жағдайда қазақтар жылқыны көкпар үшін, бәйге үшін өсіріп жатады. Енді сізді көрген кезде бізге көкпар еске түседі және адамның атынан үлесі болады дейді ғой. Сіз құрамайды деген кезде ол көкпар құрамасы еске түсіп жатады. Ең алғашқы осы үлкен көкпардан чемпионат Астанада өткен кезде, оны чемпионат дейді ма, қалай дейді өзі дұрысы? Азия біріншілігі өтті ғой, 13 жыл. Мен есімде сол кезде біз Астанада арнайы барғанбыз. Сол кезде қазақтар финалда қазақтар мен қырғыздар шығып, ол бір сұмдық текетірес болған. Кейін енді ол кездегі ішкі сыртқы оқиғалардың бәріне өзіміз сол кезде куә болдық. Бірақ оны білетін халық бар, білмейтін халық бар, қазір жанкүйерлер бар. Сол көкпардың негізгі бас қазында бас тренер болып өзіңіз жүргенсіз. Менің естуімде соны ұйымдастыру оңай болмаған дейді. Жаңағы аттарды табу мәселесі бар, басқа бар. Соны өз аузыңыздан естісек қалай болды негізі сол? Енді қырғыздар шу шығарды, басқа болды. Соны бір еске түсірсек. Бұл көкпарды ұйымдастыру деген оңай шаруа емес қой. Мына мысалға алатын болсақ, қырғыз бен қазақ өз атымен шабады. Басқа келген мемлекеттер, мына ауғанымыз, тәжігіміз, өзбегіміз, мына жақта Ресейіміз бар, Түркиямыз бар, Қытайымыз бар, Монғолия бар, Венгрия бар деген сияқты. Сол мемлекеттерге ат табу. Ол ат табудың өзі оңай емес. Әр командаға 12 аттан табу. Ол көкпар аттарын деген сияқты. Соны енді біздің жаңағы министрлік бар, басқа жағы бар, бәрі не қылтып бір мәмілеге келіп, әр мемлекетке бір облысқа бергенбіз. Мысалға келетін болсақ, Жамбыл облысы Тәжікстанға ат дайындайды. Түркістан облысы Өзбекстанға дайындайды деген сияқты. Сол дайындайды, сол сөйтіп дайындап, сондай мәселе болған. Бұл енді 13-ші жылда емес, одан ары бізде 2000 жылдан бастап ел чемпионаты өтіп бастады ғой. Содан бастап, соның төңірегінде жылда Қырғыз мемлекетінің кубок президенті өтетін. Халықаралық жарыс. Ол жерге 8 мемлекет келеді. 8 мемлекет келген, өздерімен 8, шеттен 6 мемлекет келеді. Қазақымыз бар, ауған, тәжік, өзбек, Ресейдің қырғыздары келеді, Қытайдың қырғыздары келетін. Қырғызстанның 1-2 деп командасын жылда сол жарысқа барып тұратынбыз. Сол жарыстардан ойнап, неғып, тәжірибе алып деген сияқты сөйтіп шыққан ғой. Өзімізде де ел чемпионаты болып атады. Одан кейін күздің күні жаңа август айының 8-ші айдың 25-нен 30-на дейін сол жарыс болатын басында. Сол жерге барып тұратынбыз. Ол жерде де балдар басында
ұтылып жүрді. Кейін уже 5-ші жылға барғанда мен дайындап апардым команданы. Мына Чимкент, Түркістан облысы қазіргі Ғани Ахметбаев ағамыз бар. Сол екеуміз команданы дайындап апарып, сол жерде 5-ші жылы біз ұтқанбыз. Оның алдында Нәби ағамыз бар Жамбыл облысында. Мына Нұрдәулет Момыттың папасы. Сол кісі дайындап апаратын. Ол кісі де енді каждый ұтам деп барады ғой енді. Болмады. Кейін құрама команда дайындап, дұрыстап барып, 2004 жыл бірінші жол ұтқанбыз осы жерде. Сол көкпар. Содан кейін олар 2006-2007 жылыма клубный істеді. О жерге де бардық. Бірақ клубныйдан 2 клуб бардық. Алматы облысының клубы и Әулиеата клуб болып барды. Алматы облысының клубы 3-ші орын болды. Ана жақ 1-ші орын болды. Бірақ о жерде де төрешіліктің несі болды. Енді бізде қазақта ұтылғаннан кейін шылы анандай ойбайлатып шулатып айта бермейді ғой. Сондай біраз нелер болып, әйтпесе сол қазақтың 2 команда сүйерде 1-ші, 2-ші орын алатын команда еді. Нақ десеңіздер, даже жеребьевкада істеген жоқ. Қырғызстан чемпионы, Қазақстан чемпионы Әулиеата и жаңа Алматы облысы үшеуін бір подгруппаға тастап қойды. Сөйтіп сөйерден басталды. Бірінші ойында Алматы облысы жаңағы Қырғызстан чемпионымен ойнап, оларды ұттық. Өзім де ойнаймын ол кезде. Содан кейін 2-ші ойында Әулиеатамен шықтық. Әулиеатаны да ұттық. Сөйтіп 4-ке шықтық. Сол жерде болған нәрселер, айтылған нелер, сол жерде ода Болат Черниязов деген кісі болған, жоғарғы кеңештің депутаты. Сол кісі өз жердің федерациясының президенті, сол кісі бәрін не қылатын. Сөйтіп жартылай финалда жаңа қырғыздың несімен ойнап ұтылдық. 1 ұпайға ұтылдық та, сөйтіп 3-ші орын алғанбыз. Одан кейін Астананың мынау ипподром ашылуы болды. Өз жерде ойнадық. Көп ойындар болды арасында. Өз жерде ұттық. Кейін жаңағы официальный Азия дегеніміз жаңа 13-ші жыл ғой. Кейін 17-ші жыл Экспо болды. Экспо болды. Экспо кезінде де ойнадық. Біраз кішкене бұл көкпардың аралығында любой спорттың алдында ереже жазылады ғой. Ереже жазылғанда олар жаңағындай бізде ережеде бүкіл көкпар әлемдік көкпар федерациясының ережесінде жазылған аттың 2 алдыңғы аяғы тағаланады. 2 артыңғы аяқта таға болмау керек. Алдыңғы аяқта да болғанда бәйге аттардық сияқты анандай емшегідегі қоямыз ғой, шегесі бар. Ондай тағалар тағаланбайды. Бұлар ана бір айқай-шуды әлінге дейін көрсетіп атады ғой. Сол таған алмаймыз дейді да, бізде ондай жоқ. Ережеге біз не қылмаймыз, біз бағмаймыз дейді. 4 таяғы тағамен шабамыз деп, сол жерде бұл сәл басында не қылған әңгіме болды. Кейін арғыр келіспеген жерлер болды. Содан кейін сол тағасымен ойнады. Бірақ ұтты балдар. 2013-те біз оны ұтқаны есімізде. 13-те де, 17-те де ұтты. Кейін мынау түркі мемлекетінде осыдан 3 жыл бұрын. О жерде де орталық енді нейтральный зона дейміз ғой, шетте. Ол балардың алдында ойбой, қырғыздар не жеді, көкпардың падишасы кім екенбіз көрсетеміз сояқта деп сұмдық жазды енді. Біздің қазақтар момын действительно ешқандай анандай неге жазбайды, не қылмайды. Біз көкпардың падишасы кім екенін сояқта көрсетеміз деп әбден жазды. Бірақ біздің басшылар бір самолетпен апарамыз деді. Қырғызстаннан апарамыз деді. Біз аттарды 3 ай бойы дайындап, оны салмағына дейін, бүкіл несіне дейін, бүкіл қанында өткізіп, чипінде салып, бәрін дайындаған кезде жарысқа 4 күн қалғанда қырғыздар бізде ондай ақша жоқ деп аттарды апармаймыз деді. Акасы олар 1 ай бұрын сояқта 500 қырғыз істейді екен. Жаңағы көшпенділер ойын дайындап атқан жерде. Каскадерлары бар, басқасы бар. Сөйерден 100 қанша жылқының ішінен 25 жылқыны алып олар өздеріне таңдап 1 ай бойы тренировка жасатып жатыр екен. Баптап қойған екен. Баптап қойған. Ал сол жерде біз кейін мен сол жердегі біздің қазақ мемлекетінен кеткен нелер бар, сол жердің қазақтың диаспораларына шықтық, оған шықтық сол 1-2 күннің ішінде. Сөйтсек айтады, сіздер қаяқта ұйықтап жүрсіздер, қырғыздар акасы 1 ай бұрын келіп аттар таңдап алып не қылып жүр екен дейді. Бізді осылай қылып кетті ғой, енді не істейміз енді. Мен сонда басшыларға айтқан Бақдәулет, бұлар сенбеуіміз. Бұлар бізді соңында бәрі лақтырады деп. Бәрі лақтырып кеттім. Бірақ
біз осы жерде біраз жігіттер, аттарын айтсақ, Данияр бауырымыз Қобылан дейін, мына Мұрат Өсербаев бар бауырымыз, солар жиналған біраз топ жиналып, өзіміз самолет жалдап апарамыз деп дайындалдық, әрекет қылдық. Сөйтсек, бұл самолет табу оңай екен да, оны атты салатын коробка болады екен. Оны Англиядан алғызады екен, арендаға. Ол коробканың өзі қымбат тұрады екен әлі. Сонымен бір баруымыздың өзі баяғы $300,000 ма сондай болып кетті. Барып келуінің өзі. Дейді ғой. Иә, содан кейін ана жақта тұрып қалады екен. Содан сол екі арада біз енді көкпар дайындалып жатқан, мен өзім туған інім бар, Әлібек деген. Сол келіп айтты маған. Мынау деген қатты интернет шулап қатты болып кетті. $100,000 мен берейін деді. Тағы да қосылатын адамдар болса деді. Бүгін десеңіз, бүгін әкелейін, аттарыңызды апарыңыздар сояққа. Намысты жібермеңіздер деп тұр ғой. Иә. Мен берейін ақшаны. Жетпейді десеңіз, тағы бір апта 10 күн срок берсеңіз, тағы $100,000 әкелейін деді. $200,000 берейін, сіздер аттарды апарыңыздаршы. Сөйерде ақыры шет мемлекетте болғаннан кейін бұлардың бәрі қырғызда болса қырғыз тартып атыр, қазақта болса қазақ тартып атыр деген әңгімен сояқтан точкасын қойып, сояқтан неғып келейікші деп айтты. Содан кейін енді біз енді мына басшылыққа сенеміз ғой, енді басшылық осындай дегеннен кейін отырдық, жарысқа 4 күн қалғанда осындай дейді. Енді не істейміз біз? Бардық, жарыс болатын күні почти барды балдар. Мен өзім операция ота жасап, жүрегіме стенд қойды да, самолетқа шығуға болмайды деп, мен қалып кеттім. Орныма Нұрдәулет Момыт пен Сәбит барды. Екеуі осы білікті маман, жаңа 3 ай бойы үшеуміз дайындадық қой енді. Енді бәрін біледі олар. Қайсысы қалай неге қандай дайындықта екенін біледі. Екеуі барды. Сол жерде биемен шапса да ұттық қой. Биемен шапты ғой балдар, биемен шапты. Ұтты балдар. Сол соңғы несі сол болды ғой енді. Онан кейін мынау көшпенділер ойынында да енді бұл жерде мен енді жұмыстан өз неммен кеттім, еркіммен. Уже ары қарай болмай кетті. Не үшін кеттім мен? Уже қалай айтсам болады, мен кеткен себебім басшылық уже құрама команданың составына кірісе бастады. Мына баланы сіз алып тастаңыз, мына баланы қосыңыз, ана баланы алып тастаңыз, мен айтам да, мен елдің алдында мен результатты мен жауап бермеймін ба деймін ғой. Нәтижені мен берем ғой. Если мен ұтылып қалсам, сіз айтыңыз, сіз ұтылып қалыңыз, қойыңыз деңіз, мен кете берейін. Ал мен осы күнге дейін енді ұтып келе жатырық қой. Ұтып келе жатырық. Енді мен тағы да ұтамын деймін да. Сіз мына баланы ауыстырасыз. Олар тем более көшпенділер ойын ұтып келген балдар. Нәтиже көрсеткен балдар. Нәтиже көрсетіп келген балдар. Түркияда көшпенділерді ұтып келген балдарды, сол балдарды сіз алып тастаңыз дейді. Олар чемпионат Қазақстанда жаңа 1-ші, 2-ші орын алған жоқ, олар нәтижесі 3-ші орынға түсіп қалған ғой. Сіз оны алып тастаңыз дейді, ана балдардан алыңыз дейді. Мен айтам, мен алмаймын деймін. Не үшін алам? Сөйтсем олар ауыстырып тастады балдарды. Онан кейін олар келгенде айтқан, балдарға айлық береміз өкіметтен. Чемпион болып келген балдарға айлық береміз. Айлық бергенде осынша айлық. Келесі көшпенділер ойынына дейін осы айлықты алып отырады деп. Келесі көшпенділер ойыны ол енді 2 жылдан кейін болады ғой. Мен айтам, 1 жылда өткен жоқ қой, нағып айлығын алып тастады. Айлықтан да алып тастады, құрамадан да алып тастады. Содан мен айтам, онда мен керек жоқ екен ғой, не қылам дедім да, мен жазымда кетіп қалдым. Маған жоқ, сіз неңіз дейді, министрлікке шақырды, отырып министр бар, қазіргі министр, о кезде комитет төрағасы, үшеуміз отырып сөйлестік. Мен жұмыс істей алмаймын мына жігіттермен. Уже мен сізде өздері бәрін істеп жатыр, составты ауыстырып жатыр, басқаны ауыстырып жатыр. Мен керегім жоқ екен ғой, өздері қыла берсін дедім да мен. Жоқ, сіз үлкен ақша бар ма, неге өйтеді сонда ол жоғары жақта? Бұл жерде үлкен ақша емес, бұл жерде біраз адамдар, білмеймін не болған, ақша дейтін ақша да жоқ шығар, білмеймін. Мен өзім тренер болып істегел, маған сбор өткізесіз дейді, мен айтам, сіздер маған спорт зал тауып беріңіздер. Спорт залдың ішінде мынандай болу керек. Болды, мен келемін да жұмыс істеймін. Балдармен жұмыс істеймін да, жұмысым істеймін да, кетем. Ары қарай өздері біледі ғой. Спорт залмен өздері келседі, жататын орын тамағымен келседі, бәрін. Мен өзім жаңағы інішектерім бар, бауырларым бар, спонсорлар тартам. Например, соңғы раз сборда болғанда 12 күнде 9 қой сойыппыз біз. Не дейміз ғой? Тамақтың үстіне тамақ. Бұл балдарға
тамақ беріп содан кейін тренировка істету керек та. Ол қарны тоймаса кейтең жүрекке нагрузка алады, жүректі оны ауыстыра алмайсың. Сол үшін бұлардың тамағы тоқ болу керек, жататын орны жақсы болу керек, ұйқы күшті болу керек, тамағы күшті болу керек. Содан кейін қандай тренировка істесең де оны шыдайды олар. Тем более бұлар үйлерінде көбі жұмыс істемейді тренировка. Көкпар шапқаннан басқа. Сондай нагрузкаларды шыдайды сонда. Сондай нәрселер енді бұл көкпар деген қанымызда бар нәрсе ғой. Естіп жатқан кезде айтып енді ұлттық спортқа сұмдық жағдай жасалады, үйтеді деп енді естиміз ғой енді. Бізде үлкен федерация бар. Егер федерация болған нәрсеге ол мемлекеттен қолдау бар деп естиміз. Егер олай болатын болса, неге іште осындай дүниелер болады деген сұрақ қой. Салыстырмалы түрде де мынау былтырғы өткен көшпенділермен арғы жылы өткен 22 жылы өткен 30 ат жинадым мен. Бүкіл осы Ақмола облысы, Алматы облысы, Түркістан облысы, Қызылорда облысы жан жақтан аттар жинадым мен. Аттардың жол кіресін төлеп берді, оларға рахмет. Бірақ аттарға 1 килограмм жем шөп берген жоқ. Адам түгілдегіш. Иә, адамдың бар. 1 килограмм жем шөп берген жоқ. Оның тағалайсын аяғына. 3 ай бойы 4 рет тағалайсын. Оның бір атты тағалағанға, 2 алдың аяғын тағалаған 10 мың теңге алады. Ол жерде 30 ат. 30 атты сіз 3 айда 4 рет тағалайсыз. Өзіңіз есептей беріңіз, сонда қанша ақша тағамен шегеге кетеді, жұмысына кетеді. Одан кейін оның жем шөбіне кетеді. Бір інішегім бар, 1,5 миллион теңге әкеп берді. Аға, мен атымды айтпай қойыңыз деді. 1,5 миллион теңге әкеп берді. Қуанаға естіп жатырмын, сізге жем шөпке ақша бермепті деп, міне деп. 1,5 миллион әкеп берді, соны жем шөпке соны жараттық. Енді ана тағашы балаға айтамыз, қырғыздар болса күніге келіп өздері ақ тағалап беретін еді деймін да, өздерінің құрамасыныкін. Енді сен бізге арзандау істеп беріп тұр, біздің барымыз осы деп, сөйтіп солай шыққанбыз. Даже бір сборды 1 ай бойы осы ұлттық спортта жүрген жігіттердің біраздары ақша жинап, 1 ай сборды өзіміз ақшамызға өткіздік. Бірінші сборды осы жерде Алматы облысында өткіздік, жаңағы ОФП сбор дейміз ғой. Жаңағы күш беретін. Сол сборды өткіздік. Кейін 1 ай сборды Таразда Нұрдәулет Момын Әулиетаның көкпар клубының солардың базасында өткіздік. Аттар бізде тұрды, ипподром жанында, менің қорам бар, бірінші қорасы бар. Сол қорада тұрды. Ол ана қораның арендасында төлейміз еще. Балдардың жататын жері Әулиетаның базасында жатты. Тамағын 3 мезгіл тамағын, несін бәрін өзіміз арала. Атыраудың жігіттері бар, солтүстік Қазақстаннан жігіттері бар. Осы ұлттық көкпардың төңірегінде жүрген жігіттер солар ақша жинап 1 ай сборды өз ақшамызға өткіздік. Неге ондай? Мен мысалы енді ол заң бар ғой, оларда да заң бар енді. Заңнан тыс қарасақ федерация көмектесу керек қой, например. Жоқ, қараңызшы, мысалы бізде футболдың федерациясы бар. Футбол бізде кеше Македониядан жеңілді. Біз Қазақстанда футболдан бір керемет нәтиже көрсетіп жатқанымыз шамал ғой енді. Қазір әлемге барды, футболистер жаңа мәштемен деп жатыр, басқа қылып жатыр деген сияқты. Бірақ Қазақстан футболының қарапайым енді оның да енді өкілдері жылап жүреді, ондай жағдай жоқ деп. Бірақ салыстырмалы түрде олардың айлықтарын білеміз, немесе футболда айтайық, хоккейде айтайық, оларда бір сұмдық нәтиже көрсетіп жатқан, немесе бүкіл қазақ халқы ойбай біздің өнеріміз осыны көрейікші деп жатқан, бір жаңағы әлеуметтік желіде шу болып жатқан спорттар емес. Салыстырмалы түрде көкпар сияқты. Осы әр көкпар болған сайын бүкіл қазақ тілді қазақ халқы осы қазақтың аудиториясы шулайды. Қырғызбен ойбай ойнайын деп жатырмыз, намыс деп жібермейік, жаңағы енді таза сол бүкіл қазақтың көкпарды жақсы көретіндігінің көрінісі ғой. Сізге келіп 200 мың доллар әкеліп тұр деген әңгіме сұмдық қой енді. Ол қазақтың намысын жібермеу үшін 200 мың долларды мен қойып берейін, әйтеуір дұрыстап ойнап келіңіздерші деген нәрсе қазақ халқының көкпарды қаншалықты жақсы көретіндігін көрсетеді. Оған бір арнайы федерацияны құрып берді, Құдайға шүкір. Енді соған ақша бөліну үшін не керек, не жетпей жатыр? Оларға біз айта алмай жатырмыз ба, бір құжатын дұрыстап бере алмай жатырмыз ба, не болып жатыр ол жерде? Бірақ ол жерде мынандай болды ғой. Федерация мен біздің арамызда қарым-қатынас жоқ. Арада только Бақдәулет пен Қарлығаш деген жаңа біздің центр дейміз ғой, жаңа ненің замы директорын. Солар федерациямен сөйлеседі, біз олармен сөйлесеміз, біз аналармен қарым-қатынасымыз жоқ. Білмеймін ғой енді қандайлар. Бірақ федерация деген нәрсе ол бас жаттықтырушымен, мемлекеттік жақтырушымен бірде-бір солармен сөйлесіп отыру керек та бұл кісілер. Өкімет жағынан олар барын берді. Олар көп сбор бере алмайды. Оқу жаттығу жиынын екеуін береді. Екеуін берді. Рахмет өкіметке. Бірақ ортада федерация жұмыс істеу керек еді.
Ол істеп жатқан жоқ. Ол федерацияны білмеймін, біз мына жаққа айтамыз, олар ана жаққа айтты ма, айтпады ма, берді ма, бермеді ма, ол жағын біз білмейміз. Оны біз тексере алмаймыз. Иә, оны біз білмейміз, бірақ Бауыржан Исабаев мырза өте жақсы жұмыс істеді. Енді ол кісіге ешқандай неміз жоқ, нағып десеңіз, ол кісі көкпар түсінбейді. Ол кісі жаңа кісілердің айтқанын берді, кейін естіп жатыр қой, мына былтырдың өзінде қанша дейді, 550 миллион ақша көкпарға жұмсапты, сборға, басқасына. Енді рахмет ол кісілерге, басқа ештеңе айтпаймыз. Неге десеңіздер, ол кісіден сұрағанын берді. Бірақ біздің сұрағанымыз ол кісілерге жетпей қалған шығар. Біздің айтқанымыз ол жаққа жетпей қалған шығар. Ортада сетка тұрды ғой, сеткадан өтемеді ғой сөздер енді, былай айтқанда. Мейлі ғой енді. Бәрібір сонда да бір сол ортада шет мемлекетте барып, ортақ алаңда сол жерде барып отып келді балдар. Жақсы, рахмет, бәрі жақсы. Кейін келіп күтіп алғанда бір мемлекеттік адамдардың келіп күтіп алғанын көрген жоқпыз. Біз өзіміз осы Алматыға келіп, жаңағы бүкіл әлемдік көкпар федерациясының президенті Данияр мырза өзі күтіп алып, бәріне жаңағындай таңғы 6-да бір ресторанды ашқызып, банкет істеткізіп берді. Таңғы 6-да. Тамақтарын беріп сөйтіп күтіп алды. Онан кейін Жамбылда бір Ермек деген шегім бар. Сол сбор болып жатқанда Чудың баласы келген қуанаға, балдар ұтып келсе, каждый балаға 100 000 теңгеден берем деп, сол бала сол жерге алып келіп, балдардың бәріне 100 000 теңгеден премия берді. Сіздің балдарыңыз мынау, осылар ұтып келді мені деп. Иә, сондай жігіттерге рахметімізді айтамыз. Енді расын айту керек, Беларусьтың тракторын алуға екінің бірінің қолы жете бермейді. Себебі бағасы қателеспесем 8 миллион теңге. Жақсылары аттың күшіне байланысты 12-13 миллион теңге. А бұл шағын трактор, малтабар, сіздің бау-бақшаңызға кіріп, әдемілеп тұрып жеріңізді жыртап, немесе бір 100-200 қой асырайтын болсаңыздар, қиды сен шығар, мен шығар деп бір-бірлеріңізге міндетсінбейсіздер. Алдына әдемі бағана қи шығаратын дүниесінде қосып береміз. Қораға кіріп, қиларыңызды жақсылап тұрып шығарып реттеп береді. Бір ғана қи ғана шығармайды, жерді қопарады, қыстың күні қар шығаруға болады. Сосындай ауылдағы ағайындарға таптырмас керемет дүниелердің бірі бұл біздің малтабар шағын тракторымыз. Кейбір азаматтар айтады, енді жалпы мүмкіндік бола бермейді, 1 миллион, 1,5 миллионға алуға сізде рассрочка бар ма деп. Әрине, бізде рассрочка бар, 1 жыл болсын, 2 жыл болсын, пайызсыз рассрочкаға алуларыңызға болады. Бұның ішінде керек жарақты дүниелердің барлығын береміз, ешқандай уайымдамаңыздар, кепілдігін береміз. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, біздің шағын малтабар тракторіне тапсырыс берулеріңізге болады. Аман сау болайық ағайын, пысық болайық, өз-өзімізге бекем болайық, өз елімізде, өз жерімізде өгей баланың күйін кешпейік. Қазір енді қырғыз бен қазақтың арасында әңгіме басылды ма, әлде ол басылмай ма? Жоқ, ол былай ғой, басылатын ештеңке жоқ. Әшейін шулап атқан не ғой? Көкпаршылар бірін-бірімен араласып ойнап жатыр ғой. Олар бірін-бірімен араласып жатыр. Біз енді мен айтыскер ақынмын ғой енді. Иә. Біз әйтеуір қырғызға айтысқа барсақ, барған сайын әйтеуір сендер көкпар қашасыңдар, ана бір оқиға болыпты дейді, қазақтар сендер Қордайдан жат жолдан қайтып кеттіңдер деген сияқты бір әңгімелер айтады. Осының бәрі не әңгіме деген, ол неге шығады, ол неге басылмайды? Ол мынандай болған. Қай бір жылы 18-ші жылы ма көшпенділер ойыны Қырғызстанда болатын болды. Оны өз кезде жаңағы бүкіл федерация бар, бәріміз жаңағы спорт комитетте жиналдық. Сөйтіп едік, министрлікке звондады сол жерден, Қырғызстанның. Министрге звондады да, жаңағы кім звондағанын айтпай қояйық. Звондады да, безопасность бар ма деді. Сөйтіп едік, біз жақта қандай безопасность, не отвечаем деді. Сөйтіп айтқаннан кейін, содан біздікілер айтты. Министрліктен шыққан әңгіме ғой енді. Международный правила қандай деді. Международный правила мынандай, міне. Көкпар федерациясы шеңберге ойналады, қазандық емес, қазан қырғыздардақ только ойналады. Иә. Ондай болса, мандаттан өтесіздер, жеребепкан тартасыздар. Қандай ережемен өтеді деп сұрайсыздар деді. Мынандай ережемен өтеді десе, онда сіздер бұрыласыздар, кетіп қаласыздар деді. Министрліктің тапсырмасы. Министрліктің тапсырмасы. Бірақ сол сөз министрге жетпеген екен. Министрге айтылмаған екен. Ескертілмеген. Бұлар барады, маған айтты, сізге акасы ойқы баруға болмайды екен деді. Бопты, бармасақ бармайық. Балдар барады, мандаттан өтеді, жеребепкін тартады, бәрі өткеннен кейін
жаңандай қандай ереже дейді, қазандық дейді. Содан кейін біздікілер алады да кетіп қалады. Енді айтқан нәрсені істеп отыр ғой, енді кетіп қалды. Сол жерде біздің министр, қырғыздың министрі екеуі сонда болады. Сөйтеді да аналар айтады, қазақтар кетіп қапты дейді. Содан кейін біздің министрге айтады, қалай кетіп қапты дейді. Содан кейін ана кісі оны білмейді. Ана жәндегі адамдар ойға айтылмаған. Содан қайтадан қайтыңыздар дейді. Содан кейін айқай шу болып қайтадан барады, ойнайды. Не болса да енді ортада мынандай нелер болды. Бір кішігірім мәселелер болды. Болды. Бірақ қырғыздың балдары бізбен араласып шауып жүреді. Кешеде міне жастар араларыңызда жүр дау-дамай жоқ. Жоқ. Жастар арасында жарыс болды осы жерге. Келді балдар. Аттарын әкеп беріп жатыр, ештеңке жоқ. Ане күні бір ана Азия несі болды ғой? Азия көкпар лигасы. Сол жерге келді, қырғыз бала ойнады, сол көшпенділерді ойнаған бала келіп сол жерде ойнап жатыр. Оған ешкімнің несі жоқ. Оны кім өздері балдар бірін-бірімен араласады, ойнап жүр. Одан ешкімнің ештеңкесі жоқ. Ол енді әшейін дау-дамай мына ненің ауызы. Бүлік іздегендердің. Бүлік іздегендердің арасында бүйтіп жүреді. Біреуге біреу. Біз енді негізі қырғыздың айтыскерлерімен өте жақсы араласамыз. Жалпы осы өнер адамдары біздің жаңа палуандарымыз Демеу Жадыраевпен жаңа Абдул Махмудовты жақсы араласады деген сияқты. Бірақ әйтеуір қарапайым халық жаңа TikTokта, YouTube'та әйтеуір бір-бірімен қазақтар қырғыздарды жамандап, қырғыздар қазақтарды жамандап бір-бірімен жаңа қылып қалады да, соған алаңдаймыз ғой. Сол бір ортада бірдеңе бар ма? Жоқ, ондай ештеңке жоқ. Например, өткенде Меркі ауданында май айының 17-сі күні турнир болды. Бір ауданымыздың ақсақалы 90 жасқа келіп, балдары бір турнир өткізді, сүйір келді. 10 шақты қырғыз келді. Сол жаңа көшпенділерге келген балдар. Солар келіп ойнады. Балдармен араласып ойнап жүр. Оның арасында ештеңке жоқ. Енді білмеймін, интернет желіде былай айта береді ғой. Бірақ айтқанында да бәрібір қырғыздар айтады, көбін. Біздің қазақтар момын бәрібір ештеңке демейді. Ұруды да бастаған солар, соғуды да бастаған солар. Бәрін 2000 қай бір жылы біз Қырғызстан Федерациясы мен Қазақстан Федерациясы келісіп ойынды қызытайық деп келіскенбіз. Біз барамыз ойға. Февраль айында барып келісеміз. Наурыз айында 4 қазақтың командасы кіреді сүйерге. Ереженің бәрін өздері айтамыз, бекітеміз. 8 команданың руководителдері отырып келісіп, ортақ ереже шығарамыз. Осындай жаңағындай болу керек деп. В общем, кірдік, 2 күн ойнадық, 1 күн демалыс болды. Содан кейін бүкіл аттарды тағы да арыладық, команданың, 8 команданың. Содан қырғыздың өздерінің руководителдері айтты, сіздердің мына аттарыңыздың тағасын алыңыздар, болмайды деп өздеріне айтып жатыр. Енді бәрі көріп жатыр, көрсетіп жатыр, неғып жатыр. 2-ші күннен кейін хайвай шығарды ғой. Айқай шу болды. Ойбай, біз за безопасность не отвечаем, 1 сағаттың ішінде коридор істейміз, аттарыңыз салыңыздар деп 4 команданы атын салып 1 сағаттың ішінде сопровождениемен бізді шығарып жіберді ғой. Меркеге дейін әкеп тастады. Қорда Қарабалтаны өткеннен кейін қалдыр, енді ары қарай өтіп кетесіздер ғой деп кетіп қалды. Граница жары 10-15 километр қалған. Келісім бойынша мынандай болған, көктемде наурызда Қырғызстанда ойнаймыз, күздің күні октябрь ноябрьде Шымкентте ойнаймыз. Олар 4 күшті командасын бізге әкеледі, біз әкелеміз. Сол жерден хайвай басталды. Хабарласып, бір-бірімізбен араласып, дамимыз деген. Дамытамыз деген. Ол бәрібір қырғыз бен қазақтан басқа кім ойнайды оны? Былайынан айланып келгенде. Қазір бірақ Ауғанстан қатты дамып жатыр. Мен Ауғанстан мемлекетіне жылына 1 рет барамын. Декабрь айында. Декабрь айында Ауғанстан мемлекетінің чемпионаты сол көктемге дейін, апрель айына дейін 5 турнир өткізеді. Ойба. Спонсорлары деген жетеді. Ойын деген күшті. Мен өзім барып, жаңағы несілердің бәрін көмектесіп, бүкіл ойындарын өзім төрешілік істеп беремін. Төрешіліктер енді шылы дамыған бір Ибрагим деген бала бар, түркмен бала. Сол төрешілік жақсы біледі. Сол мен өзім жылда барып, соны неғып беріп тұрамын. Бір турнирлеріне барам. Қазір, например, қырғыздар бар, шауып жатыр ояқта. Ауғанстанға барып, әр командаға 2 ойыншыдан кіруге болады деп, олар дамып жатыр. Ауған өте күшті дамып жатыр. Күшті қымбат аттың бәрі сояқта алынып кетеді. Біз, например, селекция істейміз, ананы істейміз дейміз ғой. Істеп жатырық, бірақ аттың бәрі сояқ өтіп кетеді. Ауғанға, тәжікке, өзбекке алып өтіп кетеді. Аттың бәрі. Қазір ең қымбат аттың бәрі Өзбекстанда. $500,000 алып жатыр. Бізде іздеп қарап жүріп, бүкіл интернет арқылы қарап отырып, күшті аттарды көріп отырады да келеді, саудаласып алып кетеді.
келеді саудаласып алып кетеді. Болды. Сатылып жатыр. Например, сатпайтын да кісілер бар. Мен естуім бойынша Түркістан облысында, Шымкент қаласында Шайхан Қажы деген көкеміз бар. Жақсы. Атты селекцияны өте жақсы дейді. Ол Союз кезінде неде оқыған екен? Жаңағы бұрынғы кісіде Москвада жаңа не бар? Мал шаруашылығына қатысты. Иә, сол нені оқыған екен. Ол кісі селекцияны жақсы дейді. Қазір бір Спартак деген күшті айғыр чаптырып жатыр. Өзінің қол тумасы 500 мың долларға дейін ақша беріпті деді. Естуім бермепті деді. Сол кісі өзі сондай аттар шығарып шауып жатыр. Қадірін біліп тұр ғой. Иә, біліп тұр. Иә. И ол кісі шыли ана ел сияқты ат сата бермейді. Мен, иә. Балдарында білем, жаңағы атта, көкпарда жүреді. Постоянно аттар салынды, үлкен салымдар салып жатыр. Барлықтар енді коммерция түрігі болмайды ғой. Енді қазір аттың селекциясы мал шаруашылығына қазір келеміз. Енді бір сұрақ бар да, осы көкпардың айналасында көкпардың көрермендеріне мынандай сұрақ бар. Енді қазір көкпар екіге бөлінеді ғой. Жалпы командалық көкпар бар, жаппай көкпар бар. Командалық көкпар былайша айтқанда түсініктірек. Ол футбол сияқты кім-кімге бөлініп алып жатыр, екі жаққа бөлініп алып бір және оны көргенде де бір белгілі бір өзінің мәдениеті бар. Кім қалай жасап жатыр, ана кейбір аттар өзі бір финттар жасаған кезде де өзінің бір қызығы бар деген сияқты. Жаппай көкпарды бірден келген адамдар, қарапайым халықтың көбісі түсіне бермейді. Не шаң болып жатыр, кім алып жатыр, кім салып жатыр. Әйтеуір былай қарай бүкіл бір топ жылқы шауып барады. Одан кейін былай қарай бір топ жылқы шауып жатады деген сияқты. Бұл бір тіпті кейбір енді бәйге көретін, бірақ көкпарды көрмейтін бір адамдарды мен естіп қаламын. Көкпардың бір жабайылық сияқты көреді оны ше, бір не нәрсе осы деген сияқты. Осы екеуінің біреуін таңдап, мысалы, командалық жағын ғана дамытып, жаппайды татсауға немесе сөйтуге болмай ма? Әлде бізге жаппай көкпар керек па? Керек болса не үшін керек? Әлде біз оны әлі дұрыс түсінбей жатырмыз ба? Оны қалай түсіндірсек болады адамдарға? Жаппай көкпар деген ол той көкпар ғой енді. Былайынан келгенде бүкіл команда көкпардың бәрі сол жерден шығады, балдардың бәрі. Ана командаға шығатындар ма? Командаға шығып жатқан балдардың бәрі сол жерден шығады. Ол ана айтамыз ғой, мектепте өзі әр ступенькесін ол жаңағы сол жерден шығады балдар. Сол жерден көрініп жатқан балдар жайлап командаға келіп дайындап ары қарай шаптыр. Жаппай көкпар деген ол керек, ол біздің ата-бабамыздан келе жатқан көкпар ғой. Ол керек ол. Ол аттың да баланың да күші сол жерде сыналады. Енді біреуге сырттан қарап тұрса, жабайылық сияқты 1000 ат былай шауып өтеді. Сен айтпақшы 1000 ат былай шауып өтеді, шаң-шаң. Бірақ енді жақсы көкпарлар болған жерде қазір Түркістан облысында Қазығұрт еді, Төле би ме, сол жерде бір көкпар поля соқты біреу. Трибуна соқты бір 3 этаж, 4 этаж қылып. Сол жерден жаңағындай. Енді сол жерге сәл су сеуіп тұрса, онда жақсы. Біздің Таразда да бар полямыз күшті. Иә, жаңа өлке көкпар полямыз 2 сайдың ортасын күшті қылып істегенбіз. Бірақ біз су шашқызып қоямыз. Жаңа біз жерге енді қалаға тиіп тұрғаннан кейін жақын жерден жағдайы барлар аха алып суын шашқызып не қылып істетіп жатыр. Енді ол жерде мынандай сол жерге сол ауылға су тартылды төбенің артынан. Енді сол жерден тура полямыздың астынан су өтті. Оны біз колодесін қалдырдық, қойдық. Енді келер алдымызда сол жерде анандай су шашып тұратын істейміз. Сеуіп тұратын ғой, аха, өзіміз шланг аламыз да шашып қоямыз, шашып қойып, сондай істейміз. Әрі енді бұл жаппай көкпар деген бұл той көкпар ғой. Бұл біз біреуге оны біреу той беріп жатыр, біреу әкесін асын беріп жатыр, біреу баласын үйлендіріп жатыр, біреу сүндет той сүріп жатыр, біреу Алладан ұл сұрап көкпар беріп жатыр. Біз оған көкпар берме деп айтамаймыз ғой. Бұл көкпар өзімен өзі дами береді, өте күшті дамиды бұл. Өте күшті дамып та кеткен бұл. Бұны дамытамын деп жүрген адамдар шатасып кетеді. Баяғыда бір үлкен кісілер айтып еді, осы 12-13 жылдар бұл ұлттық спорттың ішінде именно осы көкпар өзі дамып кеткен. Өзімен өзі дамып кеткен. Өзімен өзі дамып кеткен. Бұның дейді арасында просто кішкене жөн жобасын көрсетіп тұрсақ болды деген. Иә, жаңағындай сөз өтетін жігіттер, жаңа үлкен кісілеріміз бар, ақсақалдарымыз бар, батасын беріп, ей балдар былай істеңдер, былай дұрыс болады деп жөн жобасын көрсетіп тұрса болды. Бұл дамып кеткен. Мен өткенде бір неде айтқам, бұл манандай мировой рекорд дейміз ғой. Мировой рекорд осы 30-35 жылдар өзі бітеді екен. Адамның қабілеті сол кезде бітеді екен, уже болды. Одан артық істеймайды. Суда жүзуден, например, 100 метрді, иә, анау Майкл Фелпс. Иә,
Фелпстің қанша алтын медаль алып тастады. Сол, например, 9 секундта жүзсе, ол 7 секундта жүзе алмайды екен. Нағып десе адамның уже қабілетінің шегі бар. қабілет шек келді. Басқа да күресте де, штанга көтеруде де жаңағы 300 килограммды көтеріп жатыр ғой. Одан артық не керек енді? Қалай көтереді? Көтере алмайды енді. Қабілет бітеді екен да. Сол сияқты бұл жаппай көкпар сондай неге дәрежеде тұр да. Өте күшті дәрежеде тұр. Білгенге маржан, құрметті ауылдағы ағайын және де осы Алматының іргесінде тұратын бауырлар, барлықтарыңызды тауық асырауды білесіздер ғой. Менің қолымдағы инкубатор. Яғни бұның ішіне 25 жұмыртқа сияды, бөдененің 40 жұмыртқасы сияды. Әсіресе осы ес білген үйдегі балдарыңызға, қос бұрымды қыздарыңызға осын алып беретін болсаңыздар, кәсіп жасайды. Мына кәсіптің нәсібін көретін болады. Өйткені жазғы каникулда бала не істейді. Сондықтан осыны балдарыңызға инкубаторда алып беріңіздер. Бағасы қолжетімді. Бұл 21 жұмыртқалық. Міне жерде бұл инкубаторда 70-80 жұмыртқа кетеді. Міне. Ең үлкені, ең ғажабы енді осы. Бұның ішіне 250 жұмыртқа кетеді. Тек қана тауықтың жұмыртқасы ғана емес, сонымен қатар қырғауыл асырасаңыз, қырғауылдың жұмыртқасы, кекілік асырасаңыз, кекіліктің жұмыртқасы, тіпті ұлардың жұмыртқасын сасаңыз қандай керемет. Ұлар өсірсеңіз де күшті ғой. Ұлытауға бардың ба, ұлар етін жедің ба дейді. Міне жерде бұл қателеспесем 180 жұмыртқа сияды бұның ішіне. Сосын керемет тағы да айта кетейін, ауылдағы ағайынға таптырмас дүниелердің бірі, әсіресе менің асыл жеңешелеріме сепаратор. Кезінде қолмен білесіздер өздеріңіз, ауылда тұрсаңыздар жақсы білу керексіздер. Қолмен тартатын ек, сен тарт, мен тартты, міне тоққа сұғып қоясыздар, рахат. Мына жаққа аппараттың үсті, мына жақта қаймағыңыз қалады, аппараттың үстінен құрт жасауыңызға болады. Сепаратордың кішкентай үлкені. Бұл маслобойка. Енді түсініп отырсыздар, май шайқайды. Майдың қазір бір келісі қателеспесем 4000 теңге, тіпті 10.000 теңгеге дейін. Сондықтан май шайқап ағайындарға сатсаңыздар да болады, өздерің жесеңіздер де болады. Сондықтан үйдің берекесі, дастарханның берекесі ол қаймақ пен майда, құртта. Сондықтан қолда барда алтынның қадірі жоқ, төмендегі нөмірге хабарласып тапсырыс беріңіздер. Енді оны мысалы қарапайым көрермендерге, қаладан келетіндерге қызықтыру үшін бір керек емес адамдарды алып тастап бекен бір реттеуге бола ма негізі? Өйткені бізде мысалы анау бұны айтылып жатқан кезде енді біз елдің арасында жүреміз ғой, әртүрлі пікірлер болады. Бос шабатын адамдар да көп болады ғой, 2 сағат жаңа несін орайды, сосын көкпарға қатысты кейде мынандай да сындар айтылады. Жаңағы бір замандарда криминал деген әңгіме айтылатын, нені алу үшін. Сосын солар айналысады деген сияқты. Екінші жаңағы әйтеуір өзінің атын шығару үшін ол көкпарды білмесе де әйтеуір дағыстап шауып жүрген адамдар бар ғой. Соларды бір азайтып па, бір ережесі түсіндіре аламыз ол көрермендерге. Негізі қалай жасау керек? Мысалы, бір адам той көкпар берейін десе, мысалы, ол оны қалай жүргізу керек? Жүйесі қалай болу керек дұрыс өту үшін? Бұл біріншіден бар ғой, жүйенің бұның бәрі дұрыс келу үшін жаңа көкпар шабатын алаң дұрыс болу керек. Алаң дұрыс болу керек біріншіден. Алаң дұрыс болу керек. Жаңағындай стандартный алаңдарды істеу керек. Мына бізде қазір көп адам түсінбейді, федерацияның президентімен шақылай береді көп жерде де. Мына оңтүстік облыстарында, например, мен президент деген сөз, мына, например, қазір Кеңес бауырымыз бокс федерациясын қанша жыл басқарды? Ол бокста чемпион болу үшін біраз нәрсені беру керек қой. Простой адам болмайды жерде федерацияға. Қалтасы толық адам бару керек. Нағып ол мен бола салмаймын федерацияға барып боксқа. Мен болам десем де мені қоймайды, потому что мен олардың жаңағы бүкіл шеше алмаймын мен оны. Мен ананы шеше алмаймын, сонша ақша бере алмаймын мен оған. Сол сияқты федерация деген көп адам түсінбейді. Федерация деген ол байқуатты жігіт болу керек қой. Дамытатын. Кем кетігін жауып отыратын. Алаң жоқ па? Кір, Тараз қаласының әкіміне кірді айт, бізде көкпар шабатын алаң жоқ. Сіз бізге алаң беріңіз. Біз сол жерден алаң істейік әдемілеп. Жер бертен қалған өзіміз жасап аламыз. Жасаймыз. Құмын төсейміз, шаң болмайтындай. Суын енді құдық салады ғой, ештеңе жоқ. Не қыламыз деп, сондай алаңдарға істеу керек сияқты да енді. Бұл бірінші шарт. Екінші, не істеу керек? Дұрыс өткізу үшін. Дұрыс өткізу үшін төрешілер дұрыс болу керек.
жаңағы басқаратындар дұрыс болу керек. Ішіндегі анан бурма мынандай әңгіме болмау керек. Ана кейбір жерлерде көріп атамыз, бұлай болып атса, ананың аты бола салады ғой деп. Жоқ. Ондай болмайды. Өз атың болса да елдікімен бірдей санауың керексің. Менің атым болса да шауып келіп, жаңағысын салып атса, жетпей қалса, жетпей қалды болды. Жетпей қалды ма? Жетпей қалды. Елдікімен бірдей. Төреш оған қарамау керек. Бәріне бірдей болу керек. Дұрыстап қарау керек. Сосын бір ереже бар ма? Негізі мысалы андай шектен шықпау, өйткені мысалы сол жаппай көкпар атамыз деп бір мәшинеге соғысып атқып деп атады, бірдеңе столбыға соғып қалды деп жатады. Анау өткенде қырғыз жақтарда, сондай болады. Кейде анау немесе анау өздеріне өздері жаңағы трамбодол дейме бір дәрілер салады дегенді естіп жатамыз да, енді ол рас өтірігін Құдай біледі. Енді көкпардың ішінде жүрмін, енді мен көрген жоқпын. Енді былайынан айтқанда обезболивающий нелерді, таблеткаларды жұтатын шығар енді. Ана доданың ішінде анау сонша жүру деген енді өзімізде жоқ қой, бірақ кейбірде ауырып қалады аяғымыз. Мен айтамын, мен наоборот деймін да, обезболивающий жемеңдер деймін да, таблеткалар. Нағып десең, ол сен денеңнің бір жері ауырғанын білмей қаласың. Кейін оның күші кеткеннен кейін қисаясында қаласың. Болмайды ол. Еттің қызуымен байқамайсың. Еттің қызуымен байқамайсың. Бұл көкпар жақсы. Жақсы дамып жатыр, күшті. Қазір даже Ақмола облысы Астана өте күшті дамытып жатыр. Қостанай дамытып жатыр. Міне 1-2 күнде Қостанайда 10 миллион көкпар бар. Осы 13-і дейді ма, Қостанайда сол өте күшті дамып жатыр. Енді осы көкпар дамып жатыр деп жатсыз. Енді көкпар даму үшін негізгі шарттың бірі ол аттың дұрыс болуы. Енді осы аттың мәселесіне келейік. Біз енді мал табу деп жатырмыз ғой. Мынау адамдар енді мал табу деген подкасттың мақсаты адамдарға осы мал шаруашылығына көмектесу. Ненің ебі қалай деген сияқты. Осы мал шаруашылығы деген кезде енді кез келген кәсіп айналып келген кезде түбінде ақша келу керек қой. Ақша келу керек. Сен әйтеуір малды құрбек өсіре бермейсің. Енді спортқа арнайы баптау деген ол бөлек дүние. Бізде қазір енді бәйге деген нәрседен қазір шет жағасын көріп жатырмық қой. Адамдар баптаған кезде былай қарасаң, бір күшті бәйгенің атын баптаса, Қазақстанның ішінен бәйге алса да бір өзін ақтайтын сияқты, немесе жаңағы кешегі Кабирхандар сияқты әлемге кетіп қалса, ол тіпті ақтайтын сияқты, керемет сияқты. Енді көкпарда бір пайда бар ма? Мен 96 жылдардан бастап па осы көкпармен заниматься жүрмін. Пайда көрген жоқпын деп айта алмаймын. Бірақ пайда көрмедім деп те айта алмаймын. Бірақ көкпардың дүниесі дүние болмайды өзі. Қанша мәре салып атады, жаңа ең көп салы 10 салған шығар енді. Ол бәрібір сол жерде өзі тарқап кетеді, неғып кетеді. Мен бір бауырым бар, Түркістан облысында, Бақыт деген. Лақабат Дөнен Бақыт деп қояды. Сол айтатын осыдан 10-15 жыл бұрын. Қуанаға дейді, бұл көкпарда дейді, көкпар түсінбейтін адамдар көбейіп баратыр деп. Көкпардың ішінде? Көкпардың ішінде. Бұрын дейді, көкпардың ішінде үлкен жаппай көкпар, ол кішкентайынан жаппай көкпардың ішінде дейді 10-15% адам көкпар түсінбейтін, бірақ сол кісілер мен жүріп қызықтап, үйреніп сөйтіп жүретін дейді. Қазір наоборот пайыз болып кетті дейді. 10-15% түсінетін адам қалды да 85% түсінбейтіндер келіп қалды дейді. Былай айтқанда, былай көремін да, мен де қазір кішкене кейбір балдарға шутить етіп айтамын, этаж үйде тұрып көкпар шауып кеттіңдер ғой деймін. Шыннан былай айтқанда, этаж үйде тұрып көкпар шауып кеттіңдер ғой. Баяғы көкпар шапқан кісілердің бәрі қарасаң, малшының баласы. Өзі де сондай малдың төңірегінде өскен бала, сондай. Қазір действительно этаж үйде тұрып көкпар шауып кеткен балдар бар. Мен айтамын, конечно, ол бір жерін не қылса, бір жерінен бәрібір не қылады. Бірақ ол деген значит, ол жақсы деген сөз. Ол ананың талпынысы жақсы. Даму бар. Этаж үйде тұрса да, ол көкпар шабам деп дайындалып, ат алып, өйтіп, бүйтіп, шауып, елдің алдына шықты. Сондай көрініп кеткен балдар бар біздің арамызда да. Елдің алдында жақсы көкпаршы болып кеткен балдар бар. Ол бізге наоборот жақсы. Этаж үйде тұрып көкпар шауып кеткен балдар. Яғни қызығушылық болып жатыр дейсіз ғой, халық қоян. Өте күшті қызығушылық. Өте күшті. Қазір өткенде Түркістан облысында Баян деген көкпаршы бар. Елден бата сұрап, сол жігіт жаңағы 17-18 жасар балдарға көкпар берді. Үлкен көкпар. Салымы да әрі берді. Сонда өзі бір 6-7 салым болды. Бір кеште айтпесе, үлкендер шапса 60 салымды бітіріп тастайды. Сол арада.
Сол уақытта 60 салым салып жатыр. Ана жерде 6-ақ 7-ақ салым болды. Бірін танымайды. Жас балалар ғой, иә. Жас жігіттер өсіп келе жатқан, не деген жігіттер жүр. Біз Жамбыл облысына алып бардық. 10 шақты бала бардық. Бірақ солар ұрып кетті біздің балалар. Ең соңғы салым салғанда, ең көп салым салғанда біздің Жамбылдың балалар болды. Соның ішінде жаңа қазір Әулиеатаның жастар құрамасында ең күшті ойыншы сол інішек. Сол жерде 2 салып, ол жерде бәрі бір-бірден салды. Бәрі болғанда 5-6 бала салым болды. Сол бала ең көп салым салды деп алды, өгіз өлді деп салды. В общем, жұлдыз болды. Иә, жаңа поясында, тай тұяғында бәрін Жамбылға алып кеттік. Жақсы бала. Иә, анау тағы бір Нұржігіт деген інішегіміз бар, осы Меркі ауданының баласы. Ол вообще өгіз өлдіні басып, жарты сағат басып жүрді. Төреші айтқан екен. Я, еңбегің бар сенің, таста өшерге деген екен. Соңын енді мәренің сәл сыртында тұрса керек. Ала көлеңке қараңғы болып таста деген екен. Тастап бұл ортаға барса, ана ортадағы төрешілер айтты, бол саналмайды деп. Соңын ана төреші айтты деген ғой. Сөйтпей ана төрешіні іздеп таппаймыз ғой. Сол екеуді қарасақ, тағы да Жамбылдың балдары басып апты. Сөйтіп қайтадан келіп, сол Жамбылдың балдары салып алды. Не деген күшті палуандар жүр. Яғни қызықшылық бар. Өте күшті. Енді Құда қаласа осы сентябрь айында ма, қыркүйек айында ма Тараздан істейін деп жатырмыз біз. Өткенде майда істейміз дедік та, чемпионат Қазақстанмен қарама-қарсы келіп қалды. Қатар келіп қалды. Қарама-қарсы келіп қалғаннан кейін біз тоқтадық. Енді осы қыркүйек айына ма біз соны істейміз. Таразда. Бұйыртса, Құда қаласа 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11 деген сияқты сол жылдардың арасынан өткіземіз. Енді бұл көкпаршы болатын адам, өзіңіз айтқандай, ол тек қана балкондан келе сап, дайын тұрған атқа міне сап, көкпаршы болып кету деген нәрсе қиын ғой. Көкпаршы болатын адамның бірінші шарты ол атты тану керек, атты баптай алу керек деген. Өйткені көп мәселе адамнан гөрі бұл жерде атқа да байланысты ғой. Енді сол ат мәселесіне кірсек, ол қалай таңдалады? Мысалы, мен егер көкпарға кірем десем, енді өзім мен кірмей шығармын, мен өзім көкпардың серкесіндей болып көкпар тартамайтын шығармын, бірақ көкпарға бір ат қосам десем, қалай таңдауым керек? Не мынандай ғой, адам денесіне қарамайды, ол көкпаршы болу. Солай ма? Мен тартып кетемін деңізші. Иә, ешкім кепіл беремейді, ол сені тартпайды дегеніңе. Сен дайындалып не қылсаң, ол да адамның істеп жатқан адам істейді ғой. Ол да көкпаршы да адам ғой. Иә, бұл атты таңдау өте қиын. Бірақ көкпаршылардың көбі ат таңдау білмейді. Бұлар қалай айтамыз, жаңағы ат ұстайтын кісілер бар. Сен сияқты, мен сияқты деген кісілер. Олар жақсы аттарды баптайды. Мен өзім айтып отырмын ғой, жаңа немен заниматься етемін. Ат селекциямен заниматься етемін, жылқы селекциясымен, именно көкпар селекциясымен. Не деген күшті айғырлардың бәрін салам, олардың құлындарын алам, олардың жаңа қайтадан ұрғашыларын биелікке қалдырам, одан кейін анаға қойам, мынаған қоям, уже қанша поколение келе жатыр жылқыда селекция. Бізде адамда олай істемейміз. Жылқыны уже қанша жыл болды істеп келе жатқанымыз. Сол сияқты селекциямен істеген адамдар бұл жерде ұтады. Көкпарда сатып алып шаптырған адамдар ұтамайды. Қазір бизнесте жүрген жас жігіттер көп. Атты жақсы көреді. Сыртқы дүниесімен жақсы көреді. Ішкі дүниесі түсінбейді оны. Атты. Бапкерді алады, қояды, істетеді, бәрін істетеді, апарады, жаңағындай көкпаршыларға мінгізеді, шаптырады. Салымын да алмайды. Көкпаршы ала берсін дейді. Сондай жігіттер көп қазір арамызда. Жас жігіттер. Рахмет оларға. Ұлттық спортқа махаббат. Ұлттық спортқа тигізіп жатқан нелер көп. Таза ниеті бар, Ниеті бар. Ол атты түсінбесе де, бірақ атты ұстайды. Атты шаптырады. Вот, например, 20 миллион, 25 миллионға ат алады. Сол аттары бір күндердің өліп қалады. Ол ең кетті атты, ол уже болды. Басқа алу керек қой орнына тағы да. Тағы да сондай ақша қалады. Жаңағындай селекция істеген адамдар сондайларға аттарды дайындап беріп отырады. Иә, өзі шаптырады. Шаптырып жүріп, бағасы келсе сатып отырады. Например, мен солай істеймін. Мен шаптыра берем.
Құлынан келе ма саудасы сатам, 1 жасында келе ма саудасы сатып жіберем, 2 жасында келе ма или шауып тұрғанда саудасы келе ма мен сата берем. Неғып десеңіз, менің ана жақта жылдағы нем келіп жатыр. 4 жасарлар тұр, 5 жасарлар тұр, ода 3 жасарлар, 2 жасарлар, 1 жасарлар, биылғылар тұр. Олар келе береді ая былай. Енді оның да көп жұмысы көп. Сіз мына айғырдың қызы, ана айғыр, мына шетін бәрін қарап келіп, жақсы айғырлар қойсыз, ортаға жаман айғыр кіріп кетуге болмайды. Сөйтіп келіп түсіресіз. Ол түсіреді өзі құлындың ішінде де бейтеп қарап тұрсаң, мен біреу туралы айтпаймын, өзіме бір көзіме ыстық көрінеді, мынау мен шабам дегендей қылып тұрады өзі. Соны бағамыз ғой. Сол сияқты бұл селекция деген өте қиын нәрсе. Оны 1 жыл күтеміз, оны айғырды қоямыз. Ол туақта ұрғаш туып қалса тағы да бәле. Иә, ол да бәле. Ұрғаш туса мейлі дейміз. Қысыр қап қалса ол тағы да бәле. Қазір жылқыда неше деген ауру бар. Жылқының бәрі тек тумайды. Сол 100 биеден бір 50 құлын алсақ мақтанамыз, қазір қуанамыз. 100-ден 50, Иә, соны алсақ жақсы дейміз, тоба дейміз. Сондай нәрселер көп қазір. И жаңағы көкпаршылар атты түсінеді деп жатсыз ғой. Көкпаршылардың көбі түсіне бермейді. Кейін жай әбден шауып жүріп ішіне түсінеді. Ананың аты күшті. Байқай бастайды. Иә, байқайды. Ананың аты күшті, мынаның аты күшті. Кейін өздері жаңа ағаларына жолығады. Көке, мына атты мен шапсам қалай болады? Анау өзі келеді, інім сен менің атымды шауып тұр. Мен саған көмектесіп тұрайын. Ананы істеп берейін, мынаны істеп берейін деген сияқты. Сондай нелер. Мен түсінгенім анау бізде қазір тамырға оралу кезеңі болып жатқан сияқты ғой. Ана бір жылдары анау тәуелсіздіктің алғашқы жылдары сол ауылда жүргендердің барлығы көкпар шапты, олар атты танитын. Кейін әйтеуір тәуелсіздік алғаннан кейін бәріміз кәдімгі шулап жүріп қалаға көшіп кеттік. Сөйттік та қалаға көшіп жағдайымыз аузымыз өз қолымызға жетіп, әйтеуір жағдай жақсы болды ғой деген кезде айтпақшы ауыл бар еді ғой деп қайтадан ауылға қараған кезде енді қайтадан аттануды қайтадан үйреніп жатырмыз. Иә, қазір атты вообще түсінетін адам жақсы ғой. Атты түсіну керек. Біз мына командный көкпарда өте қиын. Өте қиын. Атты түсінетін, мен қазір анегін жарысқа келдік. Сонда атты түсінетін көкпаршы жоқ деп жатсыз ба? Қай жағынан қиын? Көкпаршымыз да жоқ. Көп ұлттық спорт мектептерінің директорлері де түсінбейді. Бір рет Астанада бір жиналыс болды. Сол жерде жаңағы әңгіме болды. Аттың 4 аяғын тағалаймыз ба, 2 аяғын тағалаймыз ба деген. Содан кейін өз арамызда Қазақстан арасында сөйтіп жаңағындай қол көтеріп жатыр. 4 аяғын тағалаймыз деп біреулер. Біреулер 2 аяғын тағалаймыз деді. Содан кейін 2 аяғын тағалайтындар көп болды. Сөйтсек бір облыстың жаңа Павлодар қаласының директоры 4 аяғын тағалаймыз деп қол көтеріп алғанда далаға шыққаннан кейін сұрап тұр, таға деген не ол дейді. Қалай ол директор басшы болып отыр, ол аттың аяғын тағалаймыз деп қол көтеріп алды, 4 аяғын тағалаймыз деп. Сыртқа шығып алып сұрап тұр, ол таға деген не ол дейді. Қайсысы көбірек сол дұрыс деп ойлаған да? Иә. Енді оған айтқан шығар біреу 4 аяққа көтер. 4 жақсы деген ғой. 4 аяққа тағалаймыз деп біреу айтқан шығар 4 аяқ деп. Не болса да көбірегін көреді. Иә, сыртқа шығып. Әне күні бір арамызда бір інішектің басына түс қапты. Енді бұл өмір ғой енді. Содан кейін мен группаға жаздым. Біздің ұлттық спорт группамыз бар Қазақстанда. Осы директорлердің бәрі сол жерде отыр. Әр облыстың нелер. Я жігіттер, мына бауырымыздың басына іс түсіп қапты. Осыған бір қол ұшын берейік. Енді бір 50 мың, 100 мың деген бір чай ішкенде қалыпта қалып жатыр ғой. 100 мыңнан жинап берейік десек, сонда қарап отырсам, өзі бұрыннан қалған бір 3-4 адам қапты. Көкпарды түсініп жүрген, қалған бәрі спортсмен әңгіме жоқ. Енді спортсмен қазақ барысы болған шығар, чемпион мира болған шығар. Атлет. Иә. Бокстан, самбыдан сондайлар. В общем, шли дұрыс болмады арамызда. Содан кейін жайлап анализ деймін да, ананы қараймын. Неге бұлай болды дедіңіз ғой? Иә. Сөйтсем олардың бәрі қазір жаңағындай директор, бірақ тағаның аяқты екенін, не екенін білмейтін директорлер екен. Сол мына облыстағы спорт басшыларына айтатынымыз, құлақтарын алтын сырға тағайындаса дұрыс кішкене.
білетін адамдардан тағайындаса. Таға білетіндер тағайындасың. Ана қазақта мақал бар ғой. Тағайындар. Не қасап сойсын дейді ғой. Иә. Тауық сойса да қасап сойсын дейді ғой. Сол сияқты тегі басқа Шымшық сойса да. шымшық сойса да қасап сойсын дейді. Сол сияқты мамандар болса нұр үстіне нұр болатын еді. Соны қарап отырмын. Әне күні өзім анализ жасадым осы бір апта 10 күннің көлемінде. Неге солай болып жатыр деп? Иә. Сөйтсем аналардың бәрі мынандай. Енді оны жөндеуге бола ма? Бұл нәрсені өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңағы бұл анау енді тағайындау мәселесі жарайды. Бірақ енді қазір көкпарда көкпар түсінбейтіндер көп деп жатыр. Ол бір жағы жақсы деп жатырмыз қазір, жарайды. Оның бәрі келіп жатыр, иә. Келіп жатыр. Бірақ енді ол мәселе ғой, проблема ғой. Мәселе проблема. Ол бұл командный көкпарда өте қиын. Бірақ енді қазір бізде өкімет заң шығарып жатыр да жаңағындай. Бір мектепте 4 жылдан артық директорлық отыруға болмайды. Енді, например, айтайық, мына Ақтөбеде де бір Бақтияр деген інішек директорлікте отырды, директор болып. Бірақ ол соның бәрін меңгерді ғой, істеді ғой. Жаңа Ақбидай дейміз, сельский ойын 4 жылда бір болатын қазақтың олимпиадасы ғой, ол қанша, 10 қанша түрлі спорттан болады. Сол жерде көкпарын 3-ші орын алғызды. Аударыспақтан қанша чемпион Қазақстан берді, чемпион мира берді, чемпион Азия берді. Сол жігітті алды, енді көп отыруға болмайды, оны алды басқа мектепке ауыстырып тастады. Ауыл енді үйреніп, енді меңгеріп, күшті аттар алып, уже түсініп бәрі неғып ол шын көңілімен кірді соған. Жеңді түріп тастап. Істеді де, енді күшті жұмыс істеп жатқан кезде оны алды ауыстырып тастады, басқа біреуді қойып тастады. Енді бұл үйренем дегенше ол жақтағы көкпар өлді. Қайттан, көкпар өліп қалды да, енді оларда аударыспақ күшті. Аударыспақ енді бір адам ғой, енді көкпар енді команда болғаннан кейін қиын болады. Бір адам болған, иә, кеше 20 жастар арасында чемпионат Қазақстан командасы бірінші орын алып келді. Аударыспақ. 9 салмақ болса, 9 салмақтың 5-6-ауын чемпион болды. Сонда негізі бұны өзгерту керек қой, 4 жыл деген сонда аз ғой. Біздің ұлттық спортқа ол енді өзі маман жоқ болса. Оны қалай өзгертіп жібереміз? Енді жоғары жақта отқандар өздері біледі ғой, оны біз ақыл айта алмаймыз оларға. Былай істеңдер, былай істеңдер. Енді өзіміздің немізді, ұсынымымызды айта аламыз. Өзіміздің мнениемізді дейді ғой, өзіміздің немізді айта аламыз. Олар менің ойымша, сол жоғары жақта отырғандар, иә, олар енді ақша жағынан, менеджмент жағынан мықты болғанмен, мынау қай даму үшін не дұрысырақ болады нәрсені сіздермен ақылдасу керек қой енді, эксперттермен, былайша айтқанда. Жоқ, енді просто ана не мектепке қойғанда ат спортын түсінетін адамды қойса. Бар ғой, жоқ емес балдар. Сол облыста бар. Аттың төңірегінде, бәйгінің төңірегінде жүрген жігіттер бар. Сондайларды қойса. Енді біз айтушы, олар істеуші ғой енді. Ой, мынау айтыпты деп істей салмайды ғой енді. Бәрібір дегенмен енді. Мен өзім айтсам, көп анандай комментарийлер жазады. Мен өзі ана көп мұндай сұхбатын неғымайым. Өткен жолы бір бастау несіне айттым да біраз. Мен өзім көзіммен көріп, қолыммен ұстап істеген нәрселерді айттым да. Біреулер комментарий жазады, дұрыс емес. Ой, мынау деп. Мен өзім шкураммен өттім да оны. Мына командный көкпарда шкураммен өткем. Енді ол если сондай ақылды болса, келіп істесін да, сондай нәтиже көрсетсін да, содан кейін айтсын. Сіздікі дұрыс болмаған екен. Міне мен көрдім деп. Иә, мен көріп істедім, мінекі дұрыс. Өздері дұрыстап жазамайды, қата жазып алады да, ой, мынандай екен деп. Өзі қол бос адам жазады ғой. Иә, отырып алады да дырылдап жаза береді, сондайларға айтатынымыз да. Өздері көріп, өздері істеп, өздері нәтиже көрсетіп, содан кейін жазса, рахмет. Бір Құдайдың жөнінде. Иә, онда рахмет. Ондайды білмей жат, көрмей жат, дырылдатып айта бергендерге мен соны айтатыным да. Кішкене көріп барып, істеп барып не қылыңыздар. Жаңағы жаппай көкпар мен команды көкпар туралы әңгіме болды өткенде сол жерде. Жаңағы жаппай көкпар енді ел чемпионаты деп өткенде Жетісу облысында әр облыстан 20 баладан 60 аттан келіп шапты. Сонда Жамбыл облысы нағып бармайды деп айтты. Жамбыл облысында қыстың күні ат шаппаймыз біз. Қысқы шілде, жазғы шілде ат шаппаймыз. Демалады аттар. Енді шабатындар да бар. Бірақ анандай негізінен
күшті аттардың бәрі демалады ол кезде. Сол қыстың күні болып қалған көкпар да. Сол мен айтып жатырмын да, одан кейін естідім да, Шымкентке барып, жаңа жастардың көкпары барғанда сол жерде барып, жаңа Түркістан облысының Асқар ағамыз бар, жаппай көкпар федерациясы, сол кісілерге айтып жатырмын да, аға сіздер бұл дұрыс емес сияқты. Нағып десеңіз, Жетісу облысында да, Алматы, Түркістан облысының балдары, Атыраудан да, Ақтаудан да, анаяқтан да, мынаяқтан да бәрі Түркістан облысының балдары шабатын болса, онда біз не қыламыз барып? 20 баланы жаңағы 200 балаға қарсы қойып, сөйтсек, біреулер комментарий жазып жатыр, ол бос ағаның іші тар екен, командный көкпарда шауып жүр ғой аналар деп. Жаңа Түркістан облысының балдары Жамбыл облысына шауып, командный көкпармен бұл жаппай көкпарда араластыруға болмайды. Командный көкпар екі түрлі. Ол Түркістан облысының балдары Жамбыл облысына шапса, олар Түркістан облысының командасында ойнамаған. Оларды жас кезінен алып бұняқа үйретіп шапқызған. Бұлар бұяқта айлығын алады. Осы яқты Жамбыл облысында пропискада тұрады. Сөйтіп шауып жүрген балдар. О балдарды кейін он Түркістан облысына барса, оларды сборныйға облысқа қабылдамайды, қалып кетеді, далада қалып кетеді. Ол екі түрлі нәрсе да бұл жерде. Сондай біраз жігіттер жазған екен, соны қазір енді есіме түсіп кетіп айтып отқаным ғой. Дұрыс, өте маңызды мәселелерді көтеріп жатсыз. Енді бағдарламаның аяғында бір нәрсені сұрап алсақ. Қазір енді көкпарға қызығып жатқан шынымен жастар да, үлкендер де өте көп. Енді баланы ат спортына қанша жастан бастап жақындатуға болады, оның әдебі қалай, мысалы енді өзіңіз айтқандай балконда өскен адамдар өзі ат сатып алғанмен қоймай, баласын да атқа жақындатқысы келеді ғой енді. Соның жолы қалай болу керек? Енді бізде өйткені спорт деген нәрседен бәрібір адамдар қорқақтайды ғой. Айтып айып болып қалмаса, басқа болмаса деген сияқты. Соның бір әдебі, енді кешегі бәйгеде біз Хамза деген баланы басқа да осы күшті балаларды көріп жатырмыз. Ал енді осы көкпарға, басқаға бала шыдау үшін неше жастан бастап келу керек, қандай дайындық болу керек ода деген сияқты. Тренер ретіндегі өзіңіздің шарттарыңызды, өзіңіздің бір ақыл кеңесіңізді айтсаңыз ата-аналарға. Енді айтатынымыз мынау Берік деген бауырымыз бар, мына Түркістан облысында. Әлімхан Жәнібекұлының несі? Жаттықтырушы, бапкері не болып жүр ғой. Қазір Таутұмар деген бір 2 жасар тайдың. Таутұмар деген не қылып жүр ғой, реклама жасап. Өте күшті жігіт. Өте күшті. Сол Таутұмарға қарап 1000 бала тайға мініп жүр. Сол баланың бәрі көкпар шабады. Сол баланың бәрі бәйге шабады. Тайда бізді де кішкентай кезімізде үйде әкеміз ат ұстайтын. Бірақ ер тоқыммен мінгізбейтін. Ер тұрманмен. Нағып десең, біз енді етік кимейміз ғой. Кроссовка кие саламыз, тәпішке кие саламыз. Үзеңгіге аяғымыз жетпейді. Үзеңгінің үсті жағында жіп бар, жіпке салып аламыз. Құдай сақтасын енді. Ат сүрініп кетіп бір бәле болып құлап қалатын болсақ, біздің аяғымыз ана жерде жіпке ілініп қалады да бізді аты өлтіріп кетеді. Сол үшін жайдақ мінгізетін. Жайдақ мінген бала аттан құлағанда сыпырылып түсіп қаласың дейді. Ары кетсе бір жерің ауырып қалар, сотрясение алып қаласың, басқа алып қаласың, но бірақ аман қаласың. Анау аяғың ілініп қалса, жіптің арасына қысылып қалса, үзеңгі бау дейміз, үзеңгі бауға қысылып қалса, ол аяқ шықпайды. Ат үркейді да шабады, теуіп ананы өлтіріп кетеді. Мына Берігімізге үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Осы Тұмардың баласын, Тұмар деген енді Орта Азияға белгілі айғыр ғой, соның баласын апарып мінгізіп, кішкентай балдарды мінгізіп, әне күні осы жақында Түркістан облысы Шымкент қаласының ипподромында Таутұмарда кеп қанша бала келіп сол жерде шоу. Осындай жігіттерден рахмет айтамыз да. Осындай әр облыста болса, осындайлар істеп тұрса, көрсетіп тұрса, міне жас балдардың бәрі әкелеріне тай апер деп, мен Таутұмармен тайына барам деп, Таутұмармен бірге көкпарға барам деп, сондай қоятты алдына. Қызығушылық пайда болады. Неше түрлі елдер тай ұстап кетті. Таутұмардың тайын ұстайды екен, тайлар шабады екен деп. Ой, біздің облыстан қанша ат барды? Тай барды, тойыс тай. 1,5 жасар тайлардың қаншауы барды, камаз болып. Таутұмардың тайына барамыз, көкпарына барамыз деп. Міне осы, міне. Тура осы әр жерде осындай жігіттер шығып өстіп үйрететін болса, өстіп елді тартатын болса, және де әке-шешелері балдарына өстіп тай әперіп қойса, мына жазғы каникулдарда ауылдарына барып,
ауыл бар ғой, бәріміз енді бәрінің жағдайы бірдей емес қой. Біреу Алматыда этаж үйде тұрады, бірақ оның түбі ауылы бар ғой. Ауылына бір туысқаны, ағасының, інісінің, атасының үйіне апарып тастап, сондай балдар тайға мініп үйренсе, тайға мініп үйренген бала ол анша-мұнша құламайды. Тай нағып дейді, бұрын кісілер айтатын, ешектен құламаған бала аттан құламайды дейді. Нағып деймін ғой. Сөйтсем ешектің жіңішке арқасы. Тақымы күшті болады дейді, құламайды дейді. Жайдақ мінген бала тақымы күшті болады дейді. Сонда атқа мінгенде оның тақымы толып отырады да құламайды дейді ол. Ана жұқа ешектің үстінен құламаған, аттан құламайды дейді. Осы тайға мініп шапқан бала аттан да құламайды ғой. Тайдың да арқасы жіңішке ғой. Жайдақ шабасын. Шауып келеді, тоқтақ қалады, арықтан секіріп келеді. Алдында бір пакет жатса, үркіп кетіп, шетіне қарай шауып кетеді. Одан құламаған бала аттан құламайды. Тем более ермен отырасың, үзеңгімен, екі аяғың тең отырады, құламайды. Осылай жаңағындай тайға мініп үйренген бала, ол кейін Мұхамеджан бауырымыз да айтады ғой, мына тізгінді ұстаған бала деп. Ол өмірінде тізгінін ұстай біледі, басқа нәрсені де тізгінін ұстай біледі. Сол сияқты тізгінге ие болған бала ие болады ғой. Нағыз еркек болады. Еркек болады. Бұйырса, осындай әдемі сөзбен бүгінгі бағдарламамызды аяқтасақ, біраз енді ақпараттарды, біраз мәселелерді ашып айттыңыз. Енді бізде қарап отырған әртүрлі көрермендер бар. Өзіне шешім шығаратындар, өзіне қатыстылар, жаңағы сын естіп отқандар, сынын өзгертер, жаңағы өзінің сын естіп отқандар өздерінің кемшіліктерін түзер. Сізден осы ақыл кеңесіңізді тыңдап отқан жастар, немесе ата-аналар осы ұлттық спортқа тағы да қызығушылық одан сайын артып, бұйырса біздің спортымыз дамып, ат спорты қазақтың бір жарқыраған спортына айналатын шығар деген үміттеміз. Өйткені қазақ атқа мінсе қайтадан рухы оянады, атқа мінген қазақтың денсаулығы да мықты болады, қазақылығы да мықты болады. Шынында да бәріміз осы атқа жақынбыз, ат дегенде жақсы көріп тұрамыз. Тек соның дұрыс, таза, адал дамуына үлес қосуға барлық халықты шақырамыз. Ол үшін осы енді Малтабу деген алаңда ашып жатқанымыз подкастты кез келген шаруа дамуы үшін көкпар көргенге жақсы, бәйге көргенге жақсы, бірақ оның барлығының ар жағында қаншама еңбек бар. Осы мал шаруашылығы дамыса, адамдар шаруа істеуді үйренсе, қазақтың өзінің болашақ бүкіл кәсібі, қазақтың болашақ мемлекет ретіндегі экономикасының болашағы мал шаруашылығында деп жатырық қой қазір. Ал ол мал шаруашылығы даму үшін сол ұлттық спорт даму керек, малға деген қызығушылық даму керек. Сол үшін осындай подкасттар да даму керек деген ойдамыз. Сондықтан сізге көп рахмет. Өте жақсы сұхбат болды деген. Жақсы бүгін шашып отырмын. Сізге көп рахмет, өте жақсы сұхбат болған сияқты. Бұйыртса алдағы күндерде жақсылықта, қуанышта, көкпарларда жолығайық. Сәттілік өздеріңе де. Жақсылық болсын. Ат ұстаңыздар, балдарыңызға тай әперіңіздер, шаптырыңыздар. Рахмет бәріңізге. Құрметті көрермендер, егер сіздер де осы Малтабу алаңы подкастына қатысқыларыңыз келсе, немесе осы мал шаруашылығына байланысты көкейіңізде жүрген сұрақтар болса, сонымен бөліскіңіз келсе, бізге хабарлассаңыздар болады. Төменде бізбен қалай байланысуға болатындығы туралы барлық ақпарат бар.